Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен 15 және 16 сандарымен танысамыз. Біз білеміз, бір ондықта 10 бірлік бар. Енді мына жерде брус қанша дейді? Брус біреу. Біз оны бір ондық ретінде алып тұрмыз. Текше қанша? Текшені санап көрейік. Текше 1, 2, 3, 4, 5. 5 текше екен. Бұл қандай сан? Әрине 10-ға 5-ті қосқанда 15 саны шығады екен. Сол себепті 15 санын астындағы торкөздердің ішіне әдемілеп тұрып жазып шығайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ондық таяқша қанша? Бір буманың ішінде 10 таяқша бар. Жеке таяқшалардың саны 6. Енді бір ондық пен 6-ны қосқанда 16 саны шығады. Сол себепті 16 санын әдемілеп тұрып торкөздердің ішіне жазып шығайық. Жақсы, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Әрбір шаршыға 3 дөңгелектің суретін сал. Барлығы неше дөңгелектің суретін салдың? 3-3-тен сана. Атаған сандарды жаз. Мына шаршылардың ішіне 3-3 дөңгелектен саламыз. Бірінші шаршыға, екіншісіне, үшіншісіне, төртіншісіне және бесіншісіне. Міне былай. Ал енді 3-3-тен санап көрейік. 3, содан кейін 3-ке 3-ті қосқанда 6, 9, 12, 15. Біз 3-3-тен санадық, е? Тағы да бір рет санайық. 3, 6, 9, 12, 15. Жақсы. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Сандарды оқы, сандарды кестеге жаз. Қай сан артық? Жоғарғы жағына біз бір таңбалы сандарды жазамыз. Төменгісіне 2 таңбалы сандарды жазамыз. Бір таңбалы сан ол бір-ақ саннан тұрады. 2 таңбалы сан 2 саннан тұрады. Мысалы 7, 4 ол бір таңбалы сан. 11 ол бізде 2 таңбалы сан. Сөйтіп біз осы торкөздердің ішіне 1 және 2 таңбалы сандардың барлығын теріп жазып шығамыз. Ең үлкен сан 16 болады, е? Жақсы. Келесі сандарды жаз. 26-шы есеп. 12-де қанша ондық, қанша бірлік бар екенін жазып қойымыз керек. 12-де 1 ондық, және 2 бірлік бар екен. Жазып көрейік. Жауабы былай болады. 25-ші есепте бір таңбалы сандар 7, 4, 3, 9, 8, 5, 2, 0. 2 таңбалы сандар 11, 10, 16, 12, 15, 14, 13. 26-шы жаттығуда 12-тен 1 ондық, 2 бірлік. 13-тен 1 ондық, 3 бірлік. 11-тен 1 ондық, 1 бірлік. 15-тен 1 ондық, 5 бірлік. 16-тен 1 ондық, 6 бірлік. 14 ол 1 ондық, 4 бірлік. Жақсы, осылай жаздың деп ойлаймын, Әли. Келесі есепке назар аударайық. Ұзындығы 1 ондық сантиметр және тағы да 5 сантиметр болатын кесінді сыз. Кесіндінің ұзындығын жаз. 1 ондық сантиметр дегеніміз ол қандай сан? 1 ондықта неше бірлік бар? Дұрыс айтасың, 1 ондықта 10 бірлік бар. Демек, 10 және 5 сантиметр ол болады 15 сантиметр.
15 сантиметр кесінді сызамыз. Осы есептің екіншісінде ұзындығы 16 сантиметр болатын кесінді сызу керек. Екі кесіндіні салыстырамыз. Қайсысы үлкен болады деп ойлайсың? 15 үлкен бола ма, 16 үлкен бола ма? Әрине, 16 сантиметр артық болады екен, үлкен болады екен. Мінекей осылай сызып, жазып қой дәптеріңе. Енді мына тапсырмада қажетті таңбаны қой. Қажетті таңбаны қосуды немесе азайтуды қоясын. Біріншісін көмектесіп жүрейін. Мысал ретінде саған айтып көрейін. 12 және 1 тең болады 11 дейді. 12-ден қосқанда 11-ді қосқанда 11 бола ма, әлде азайтқанда 11 бола ма? Біз қандай таңбаны жазамыз? Мына жерге 12-ден әрине 1-ді азайтамыз, болады 11. Енді 13 пен 1 ортасында таңбаны қоюымыз керек. 12 дейді. Енді 13-тен 1-ді азайтқанда 12 бола ма, әлде қосқанда 12 бола ма? Әрине, азайтқанда. Қалғаны есептерді өзін шығарып көр. Жақсы, әлі келесі сабақта кездескенше сау бол.